Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір, жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин, сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылмы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар. Соны білсе екен. Әуелі, иманның ихтиқатын махкамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты болмайды. Уәләкин, кімде-кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәлетті батығынын білмей, қанша жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, біредар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салқанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін озаңдып, шын діни шыншылданып, жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.